Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен муравейник дайындаймыз. Өте тез әрі оңай дайындалады. Ең алдымен сары майымызды ерітіп ыдысымызға құямыз. Одан кейін ұнға разрыхительді араластырып алып, осы майымыздың үстінен салып, қолмен қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін морозильникке қатқанша қойып қоямыз. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден мөлшермен көре аласыздар. Міне біздің қамырымыз қатты. Енді осыны күштен видеода көрсетілгендей өткізіп аламыз. Немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Міне барлығын өткізіп алып, қызып тұрған 180 градустық пеште пісіріп аламыз. Піскеннен кейін осылай алып, қолмен үгітеміз. Үстінен сгущенкамызды құйып, бір-біріне біріктіреміз. Мен осындай жүрек тәріздес формада жасап жатырмын. Кез келген формада жасасаңыздар болады. Барлығын бір тарелкаға жасаса да болады. Бізге жеуге ыңғайлы болу үшін осылай жеке-жеке жасап шықтым. Және үстін әсемдеп, шоколадымызды ертіп, осылай әдемілеп шықтым. Міне біздің муравейнигіміз дайын. Ас болсын, рахмет сіздерге.